Айгүл мектепке жаңа келген мұғалім еді. Қалада бірнеше жыл жұмыс істеп, ауылға өз еркімен келгенін айтқанда, директор да, ұстаздар да қуанып қалды. Әсіресе оның сабырлы мінезі мен әдемі сөйлеу мәнері оқушыларды бірден баурап алды. 7-ші сыныптың әдебиетін ол ерекше қызықты өткізетін. Балаларды сахнаға шығарып, рөлдерге бөліп, көріністер жасайтын. Ауыл адамдары да оны жақсы көрді. Үйреншікті тыныш, кішіпейіл, үнемі күліп жүретін Айгүлдің ешқандай құпиясы бар деп ешкім ойламайды. Бірақ Айгүлдің түнгі өмірі мүлдем басқа еді. Күндіз мектепте балаларға абайды оқытып, тәртіп жайлы айтса, түнде қалаға кетіп, мүлдем басқа іспен айналысатын. Ол жалғыз жүрмейтін. Қаладан келген бір топ адаммен байланысы бар еді. Айгүлдің бұл жолға түсуіне өмірдің ауыр сынақтары себеп болған. Жолдасы қайтыс болған соң жалғыз қалған, үстіне қарыз жиналған. Сол кезде оған бір танысы оңай ақша табудың жолын көрсеткен. Содан бері ол түнде құпия тапсырмаларды орындап, күндіз ештеңе болмағандай мектепке оралатын. Бір күні мектептегі бір оқушысы, зерек әрі аңғырпас Бекзат, кешкісін ауыл шетінде Айгүл апайын көріп қалады. Қасында қара көлік, қап-қара киінген бейтаныс адамдар. Бекзат көргенін ешкімге айтпады. Ол әлі бала, мұғалімнің бұл әрекетіне мән бермей, тек таң қалып жүрді. Айгүл апай сабағында әлі де сондай мейірімді, сабырлы, кейде тіпті балаларға сыйлық әкеліп беретін. Бірақ уақыт өте келе мектеп ішіндегі бір түрлі өзгерістер басталды. Алдымен Айгүл мектеп асханасына жаңа жеткізушілерді әкелді. Ас мәзірі сапалырақ көрінгенмен бағасы күрт өсті. Мектептің бюджетінен ақша жұмсалып жатқаны мұғалімдерге ұнамады. Директор да алғашқыда ренжіді. Бірақ бір аптадан кейін үнсіз қалды. Одан кейін мектептің есігіне бейне бақылау камералары орнатылды. Сырт көзге бәрі қауіпсіздік үшін сияқты еді. Бірақ Айгүл барлық бейнетаспаны өзі қадағалап отырды. Кім қашан кіріп шықты, қай оқушы қайда барды, бәрін бақылауда ұстау бастады. Айгүлдің қолында ақша көбейіп, ауылда оның әдемі көлігі пайда болды. Ол кейбір оқушыларды қалаға олимпиадаға апарамын деп алып кететін. Бірақ олардан кейін ұзақ уақыт еш хабар болмайтын. Бір күні мектепке жаңа охранник келді. Түрі сұсты, бұрын сотталған адамға ұқсайтын. Ол да Айгүлдің айтқанынан шықпайтын. Оқушыларды қорқытып, кейбірін тіпті бір бөлмеге қамап қоятын әдет тапты. Бекзат алғашында мән бермегенмен, бір күні сыныптас қызы Динараның жылап жүргенін көрді. Ол Айгүл апайға барып бір нәрсе айтып еді, апай ашуланып мектептен шығарып жіберемін деп қорқытқанын айтты. Бекзат енді ойлана бастады. Айгүлдің мектеп ішінде өз тәртібін орнатып жатқаны анық еді. Оқушылардың бір бөлігі оны қолдап қорыққанынан айтқанын істесе, екінші бөлігі мектептен қашып кете бастады. Бір күні Бекзат түнде тағы да Айгүлді көріп қалды. Бұл жолы мектептің ішінде. Ол охранникпен бірге кабинеттен ақша толы қап шығарып бара жатты. Сол сәтте Бекзаттың ішкі дүниесі қақ айырылды. Бір жағынан ол Айгүл апайды сыйлайтын, екінші жағынан оның істеп жүргені қылмыс екенін түсінді. Осыдан кейін Бекзат сыныптастарымен құпия жиналыс өткізді. Олар Айгүл апайдың ісін әшкерлеуге шешім қабылдады. Бірақ бұл оңай болмайтынын білді. Айгүлдің ауылдағы біраз адамды, тіпті директорды да өз жағына шығарып алғанын білетін. Бекзат пен достары мектеп ішінде дәлел іздеуге бастады. Түнде камералардың сымын кесіп, жасырын кіріп, Айгүл апайдың сейфін суретке түсірді. Онда ақшадан бөлек кейбір адамдардың төлқұжаттары мен мөрлер жатты. Осы құжаттарды алған соң, олар қаладағы полицияға бармақ болды. Бірақ Айгүл бәрін сезіп қойғандай, келесі күні мектепке келгенде Бекзаттың сөмкесін түгел тінтіп шықты. Бекзат түнде алған суреттерін ұзақ қарады. Суреттерде ақша, құжаттар ғана емес, мектептің жер төлісінде тұрған қап-қап белгісіз қораптар да бар еді. Біреуінде қандақтар байқалды.
Осыдан кейін ол бәрін анық білгісі келіп, түнде мектепке қайта кірді. Жер төлеге түскенде жүрегі дүрсілдеп, аяқтары дірілдеп кетті. Төменнен әлсіз жарық көрініп тұрды. Есікті ашып еді, Айгүл охранникпен бірге әлдебір үлкен ағаш жәшікті ашып отыр екен. Ішінде қолғап киген байланған адам жатты. Аузында шүберек, көзі қорқыныштан шарасына шығып кеткен. Айгүл жайбарақат қасында тұрды. Мынау соңғысы. Ертең қалаға жібереміз, ақша дайын, деді ол суық үнмен. Бекзаттың денесі мұздап кетті. Айгүл тек ақша жымқырып жүрген жоқ, адамдарды ұрлап сатумен айналысып жүргенін түсінді. Кейбір мектептен жоғалып кеткен оқушылардың да сыры осында екені анық болды. Сол сәтте охранник бір дыбыс естіп, артына қарады. Бекзат қашып үлгерді. Жүрегі атқақтап, қолдары қалтырап, ауылдың шетіне жеткенше тоқтамай жүгірді. Ертесі күні мектепте Айгүл бұрынғыдай күліп барды. Бірақ Бекзат оның жанарынан енді мейірім емес, суық, қатыгез көзқарасты көрді. Ол бәрін сезіп қойғанын түсінгендей. Кешкісін Бекзаттың үйінің қасында қара көлік ұзақ тұрып қалды. Ішінде отырған адамның көлеңкесін көргенде Бекзаттың жүрегі тағы шым ете қалды. Айгүл еді. Менің құпиямды білесің, енді не істейтініңді шеш, дегендей көзін қадап қарады да көлігімен кетіп қалды. Бекзат енді бұрынғыдай мектепке баруға қорқты. Достарына барлығын айтты. Бірақ олар сенбеді. Айгүл бәрін сондай шебер жасайтын, тіпті директор да оның сөзінен шықпайтын. Бекзат полицияға баруға бел буды. Бірақ дәл сол түні оның үйі өртеніп кете жаздады. Анасы оны қорадан әрең алып шықты. Бұл ескерту екені анық еді. Бекзат үйі өртенгеннен кейін бір түн бойы көз ілмей шықты. Әкесінің ескі телефонын алып, ауылдан қашып қалаға баруға шешім қабылдады. Анасы ұлының көзіндегі қорқынышты көріп, «Не болды, шырағым? Неге мұндай күйде жүрсің?» деп сұрады. Бекзат алғаш рет анасына бәрін айтты. Айгүлдің мектептегі қылмыстары, жер төледегі адам, жоғалған балалар, қара көліктер. Анасы естіп есеңгіреп қалды. «Бұл жай ғана сөз емес пе?» деді сенгісі келмей. «Жоқ, ана, мен өз көзіммен көрдім», деді Бекзат. Сол түні анасы ұлын көрші ауылдағы ағасына жіберді. Бекзат ағасының көмегімен қалаға жетіп полицияға барды. Алғашында полицейлер балаға сенбеді. Бірақ ол көрсеткен суреттер мен видеолар оларды ойландырды. Тексеру тобы ауылға жасырын барып, мектептің жер төлесін қазбалады. Сол жерден жоғалып кеткен 2 оқушы тірідей табылды. Тағы бірнеше қапта белгісіз адамдардың заттары, тіпті шетелдік төлқұжаттар болды. Айгүл бұл кезде бәрін сезіп, ауылдан кетпек болды. Бірақ полиция оны жолда ұстады. Көлігін тексергенде артқы орындығында тағы бір байланған адам шықты. Мектептің охраннигі де ұсталды. Директор жауапқа тартылды. Ол Айгүлдің қылмыстарын білген, бірақ қорыққаннан немесе пара алғаннан үнсіз отырған екен. Ауыл халқы есеңгіреп қалды. Күні кеше сыйлап жүрген ұстаздарының адам ұрлаушы, қылмыстық топтың мүшесі екенін ешкім елестете алмады. Айгүл сотта да еш өкінген жоқ. «Менің жолым осы болды. Әлем әділетсіз. Мен тек өз өмірімді сақтап қалдым», деп суық жымиып тұрды. Бекзат сотта куәгер ретінде сөйлегенде дауысы қалтырап кетті. Бірақ ол, «Біздің мектеп, біздің балалар ешқашан мұндай қорлық көрмеу керек. Біз Айгүл апай сияқты адамдарға жол бермеуіміз керек», деді. Сот үкімі шыққан күні ауылдың үстінен қара бұлт кеткендей болды. Мектеп жер төлесі қайтадан ашық, жарық қоймаға айналды. Балалар қайтадан күліп жүретін болды. Бекзаттың анасы ұлын құшақтап, «Сен біздің ауылды құтқардың, нағыз батырсың», деді. Бекзат бір сәт мектептің есігіне қарап, ішінен ойланды.
бұл жер бір кезде қорқынышты орынға айналды, бірақ енді мұнда тек білім мен мейірім болу керек. Айгүл болса темір тордың ар жағында да сол байығы суық көзқараспен қарап отырды. Оның тағдыры бітті, бірақ Бекзаттың жүрегінде ол өмір бойы сақталатын ескерту болып қалды.